Тәуелсіздік күні қарсаңында Жуков көшесі 5Г мекенжайындағы үй қолданысқа берілді. Осы жолы құтты қоныс тойларын әлеуметтік жағдай төмен азаматтар атайтын болды. Олардың қатарында Елена Давыдова. Енді келіншек 2 баласымен 2 бөлмелі пәтерді пана етпек. Коммунхоз серіктестігінің қызметкері мейрам қарсаңында баспана кілтін иеленгені үшін алғысын мемлекетке білдіруде. Мне позвонили, сказали. Маған қоңырау шалып пәтердің кілтін әкімдікке келіп аласыз дегенде, бұл жай біреудің әзілі деп ойладым. Ал 2 бөлмелі баспана енді сіздікі деген кезде мүлдем қуанышыма сене алмадым. Пәтер жылы, жайлы, маған ұнайды. Елбасымызға, әкімдікке рахмет айтамын. Жаңа үй 1 және 2 бөлмелі пәтерлерден тұрады. Айта кету керек, 60 азамат баспаналы болды. Ардагерлер, көпбалалы отбасылар мен әлеуеті төмен азаматтар пәтер кілттерін иемденді. Салтанатты жиында қала әкімі өз қонысына ие болған азаматтарды құттықтады. За все эти годы казахстанцы сообща трудятся. 27 жыл бойы қазақстандықтар мемлекеттің гүлденуіне өз сүбелі үлестерін қосып келеді. Сондықтан әр азамат үшін тәуелсіздік ұғымы қастерлі. Бүгін 60 отбасы пәтер иемденді. Барлықтарыңызды қуаныштарыңызбен құттықтаймын. Өз кезегінде баспаналы болған азаматтар ізгі тілектерін білдірді. Президентіміздің нұрлы жер бағдарламасын сіздер абыроймен орындап келесіздер. Соның бір айғағын бүгін қуанышқа бөленіп жатырмыз. Оған алғыстымыз. Енді тек қана алда осы істі абыройларына атқаруға біз тілектеспіз. Мейрам қарсаңында пәтер кілтін алған азаматтардың жүздерінде қуаныш реңін айқын көруге болады. Барлығы ризашылықтарын білдіруге асықты.